Екі бұғы. Bir күні таудың қалың шалғынында жайылып жүрген екі бұғы бір бұлақтың басындағы шөпке таласып қалыпты. Мен жеймін мұны, мен бұрын көрдім депті біреу. Жоқ, мен жеймін. Бұл жерге сенен бұрын мен келгенмін депті екіншісі. Екеуі ұзақ жанжалдасып та, ерегістің ақыры төбелеске айналады да бірін бірі сүзгілей бастайды. Төрт аяқтарымен жер тіреп, сіресе түсіп, мүйіздерін сатырлата қақтығыстырып ұзақ сүзісіпті. Сөйтіп шайқасып жүргенде тіпті қызық оқиға болыпты. Талдың бұтағындай арбиған аша мүйіздері біріне бірі ілініп айқасып қалыпты. Енді сүзгенді қойып, соны ажырата алмай әуре сарсаңға түсіпті. Әрі тартқыласыпты, бері тартқыласыпты, ажыраса алмапты. Жұлқысқандарынан ештеңе өнбепті. Сөйтіп арпалысып жүріп әбден діңкелері қатат, әлдері бітіп, ышқына дем алысып, біраз тынығып тұрысады. Сол кезде тау етегін жағалап аңшы келе жатады. Қалың ну арасындағы бұлақтың басында біріне бірі мүйізінен байланысып, не әрі не бері жүре алмай сіресіп тұрған бұғыларды әлгі аңшы ол жай етіпті. Таластың ақыры екі бұғыға ажал болып жабысыпты.